Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай медовик тортын дайындаймыз. Медовик тортымыз өте жұмсақ, нәзік, бисквитный және дәмді болып шығады. Медовик тортына біз оқтауды пайдаланбаймыз. Бар жоғы 30 минут осындай жұмсақ тортты жасап шығатын боламыз. Сондықтан осы рецепті жоғалтып алмау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңшаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен осындай керемет рецептің түрлерімен бөлісетін боламын. Және арнамда бұдан да көптеген рецепттер бар. Жасап көріңіздер. Ең алдымен қалың ыдысқа осындай балымызды ертіп аламыз. Араластырып тұрып, оның үстіне бөлме температурасындағы майды салып жібереміз, ертіп аламыз. Осылай барлығы еріп болғаннан кейін үстіне бір шай қасық ас содасын салып жіберіп, керек түскен енгенше осылай араластырып тұрамыз. Одан кейін бөлек ыдысқа құйып алып, тағы бір ыдыстың ішіне су құйып, суғанша қоямыз. Балымыз суығанша, жұмыртқамыз бен қантымызды аппақ пенкі болғанша, массасы 2 есе ұлғайғанша үстіп миксерлеп аламыз, миксердің көмегімен. Одан кейін үстіне жәнегі суыған балымызды құямыз. Балымызды құйып, осылай жақсылап миксерлеп аламыз оны да. Жақсылап ақырын скоростта миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін оның үстіне өлшеп ситадан өткізіп дайындап алған ұнымызды саламыз және бір шай қасық қопсытқышымызды салып жібереміз. Миксерді осындай төменгі жылдамдықтан бастаймыз. Асықпай жылдамдықты көбейте отырып, осылай барлық ұнымызды миксерлеп аламыз. Барлығын миксерлеп болғаннан кейін өзімізге дөңгелек форма жасаймыз. 24 диаметрлі формаға осылайна пергамент қағазын салып, ортасына одан кейін шеттерін қайырып, форманы алып тастаймыз, қайтадан шешіп. Одан кейін жәнегі жасалып алған формамызға бисквиттарымызды осылайна асықпай құямыз. Одан кейін барлығын тегістеп, қызып тұрған пешімізде 190 градуста 5-7 минуттан пісіріп аламыз. Барлық корждарды осылайна жасаймыз. Міне корждарымыз әдемі болып пісті, өте жұмсақ, сынбайды, жұмсақ. Енді бөлек ыдысқа сливкиімізді құямыз. Жай жылдамдықтан бастап, асықпай жылдамдықты көбейте отырып, осындай қою болғанша миксерлейміз. Одан кейін сгущенкамызды да суық болу керек, әйтпесе жылы болса, сливкиімізді ірітіп жібереді. Міндетті түрде суық болу керек. Осындай қоюлықта болғанша барлығын миксерлеп аламыз. Міне креміміз дайын болды. Енді мен торттардың шеттерін осылай артық жерлерін кесіп, блендермен езіп алдым. Торттарымызды жинаймыз. Осындай торттарымыздың ортасына 2-3 қасықтан сала отыра, осылай торттарымызды жинап шығамыз барлығын біркелкі қылып. Достар, мен YouTube арнама тіркелмесеңіздер тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерді керемет рецепттермен қуантып отырамын. Және подписаться кнопкасын басып, қоңшаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецепттерімді жіберіп алмай отырасыздар. Міне торттарымызды жинап алдық. Форманы шешеміз, жан жағындағы кремін жағып шығамыз, барлық жеріне тегістеп. Одан кейін блендердің көмегімен езіп алған ұсақтарымызды торттың шеттеріне, айналасына жағып шығамыз. Одан кейін үстіне жағып шығамыз. Щеткамен жақсаңыздар, барлық жеріне тегіс жағылып шығады. Қолдарыңызды да былғамайсыздар көп креммен. Міне тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Торттарымыз өте жұмсақ болады. Бір жасағаннан кейін қайта осы рецептпен жасай бергілеріңіз келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өз отбасыларыңызды, жақындарыңызды қуанта беріңіздер. Және мен YouTube арнама тіркеліп, қоңшаны басып қойыңыздар. Мен де сіздерді жақсы рецепттермен қуантатын боламын.